Балалар, бүгінгі өзіңіздің сабағында сендерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Сендерге өткен сабақта үй тапсырмасын берген болатынмын. Үй тапсырмасына қандай тақырыпты бердім? Оқулықтағы 148-ші беттегі, мәтінді оқып түсінік айту керек болатын. Біз ол түсінікті айтатын бізде уақыт жоқ. Біз оны тек қана сұрақтар арқылы бір анықтап шықсақ болады. Ал сұрақ қояйын. Абай неліктен халықты білім мен ғылымға шақырды? Кім айтады? Абай неліктен бірінші сұрақ. Аружан айта ғой. Ол кезде надандық басым болды. Ал абай өз халқының білімге, мәдениетке жақын болған қалады және өз қазақ халқының жақын оларды. Дұрыс айтасың, жарайсың. Тағы да қосатын адам бар ма? Айта ғой. Кім айтады? Дұрыс айтады. Абай біздің ұлы, ақын ұлы бабамыз. Өйткені Абай негізі білмейтін қазақ жоқ шығар, кішкентай бастауыш сыныптың өздері Абай кім десе Абай осындай, кім Абай десе барлығы жауап береді. Ешқашан Абайды ұмытпаймыз, Абай мәңгі бәріміздің есімізде қалады. Ал екінші сұрақ, Абайдың өмірі мен даналығында қандай өнеге алуға болады? Жауап береміз. Қазына айта ғой. Оның әрбір сөзі өлеңдері өнеге деп білеміз. Әсіресе оның халқының қамын ойлауы, халқының болашағын ойлауы, сол халқы үшін қамжиды. Жарайсың, Қазына. Алдар, біз бүгінгі сабақты жалғастыру үшін ең бірінші 5Т ережесін еске алсақ. 5Т ережесін барлығымыз білеміз бе? Менімен бірге қайталайықшы қане. 5Т ережесін еске түсіру үшін бірінші тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Балалар, ендігі келесі кезекті сендермен жаттығу өткізсем. Кішкене көңіл күйімізді көтеріп, нұрға бөлену жаттығуын жасасақ қалай қарайсыздар? Жасаймыз ба? Давай, бастайық онда. Так. Ыңғайланып отырыңыздар. Денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ қолды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмсаңыздар болады. Елестетіп көріңіз. Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналады. Балалар, нұрға бөлену жаттығуын істедік, барлықтарыңыз оңғарды деген ойдамын. Ал бүгінгі жаңа тақырыпты бастасақ, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз 26-шы сабақ оқулықтағы 145-ші бет адамзат даналығының бастаулары деп аталады. Адамзат даналығының бастаулары бүгінгі сабақта сендер не үйренесіңдер? Біз айтып жаттық, бағанағы бері Абайды айттық. Сол адамдардың арқасында, солардың еңбектерінің арқасында біз осы күнге жетіп отырмыз. Келісесіңдер ме солай айтсам? Бүгінгі сабақта біз нені үйренеміз? Бірінші мақсатымыз адамзат даналығының бастаулары туралы түсінік бере отырып, жалпы адамзаттық құндылықтарын ашамыз. Ал құндылығымыз сүйіспеншілік. Бүгінгі сабақта тек қана бір-бірімізге риясыз сезім мен сүйіспеншілік, ал қасиеттері шынайылық адамдарға риясыз қызмет ету мәнін аша отырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұнады ма? Ал балалар, бүгінгі сабақтың тақырыпты кеңейту үшін бүгінгі сабақтың дәйек сөзімен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің дәйек сөзімізді менің пірім Сүйінбай деп шулап кеткен Жамбыл атамыз Сүйінбай Ағанұлының өмірде құны ескермес, бағасы құнды асыл сөз деген қанатты сөзін алған болатынбыз. Қане барлығымыз бірге қайталайықшы. Өмірде құны ескермес, бағасы құнды асыл сөз. Қанатты сөздің өзі мысалы біреуді айтын. Өмірде құны ескермес, бағасы құнды асыл сөз. Бүгінгі біздің сабақтың негізгі мақсаты балалар осы дәйек сөздің мағынасын түсіну арқылы өзімізге даналық сөздің сүйіспеншілік мағынасын, бір-бірімізге деген достық қарым-қатынасты негізге алған болатынбыз. Дәйек сөзді дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Балалар, бүгінгі сабақта тақырыпты кеңейту үшін сендерге аңыз әңгіме ретінде етікші туралы аңыз ертегісін алып келген болатынмын. Етікші туралы аңыз әңгімені бастағым келіп тұр. Ол неге басталады? Етікші туралы аңыз әңгімеде ертеде бір етікші өмір сүреді. Ол етікші елдің
шығармашылық жұмыс істесек қалай қарайсыңдар? Сендерді екі топқа бөлсем, менің оң қанатым бірінші топ, сол қанатым екінші топ болады. Мен сендерге қазір кубиктер арқылы таратып шықсам. Балалар, бірінші тапсырманы болдық қой, бірінші топ оң қанатымда бастаймын. Бізге берілген тілдер шынайылық және парасаттылық. Шынайылыққа өтірік айтпау, сатпау, парасатқа ниет түзулігі және адамгершілік, татулық, мәдениет, ізгілік, ізет, ақылдылық, сүйіспеншілік. Дегенде берілген сөз тыныштық пен шынайылық. Біз парасаттылыққа адамға көмек беру, кіші пейілділік, ізеттілік, қамқорлық, мейірімділік, даналық, ақылдылық, әдептілік, қайырымдылық жатқызық. Ал шыншылдыққа қарапайымдылық, адамгершілік, адалдық, шыншылдық, көргенділік, жауапкершілік, әдептілік жатқызық. 7. Так. 16 ма? Екінші тапсырмаға келетін болсақ, даналық сөзден 4 шумақты өлең шығарамыз. Бірінші топ және екінші топ. Тапсырма түсінікті ғой, Екінші тапсырмада даналық сөз туралы сөзіне байланысты өлең шумақ шығаруға берген. Қай топтайын? Бірінші топ, екінші топ. Екінші топ айта қойыңдар. Бастаймыз. Өлеңнен бала туғызған, ақыннан ақын абайға ұлы халқын ардақтап, тарихи белгі тұрсақтап, мың сан жылға талайға. Жарайсыңдар. Екінші топ жарайсыңдар. Тамаша өлең шығарсыңдар. Балалар, бүгін барлықтары өте жақсы дайындалдыңдар. Бірақ мынау екінші тапсырма бойынша екінші топ, сол қанат жағындағы екінші топ сіздерге тек қана сабақта алғыр болуларыңызды, үйде тәртіпті бала болуларыңызды тілеймін. Екінші топ жеңдер, жарайсыңдар. Балалар, жарайсыңдар. Барлықтарың шығармашылық жұмысты өте жақсы деңгейде орындап шықтыңдар. Енді сендерге үй тапсырмасын берейін. Үйге оқулықтағы 154-ші беттегі Әл-Фараби мәтінін үйде оқып келеміз. Астындағы соңғы беттегі сұрақтарға жауап береміз. Іздеп келеміз қайда, қол созамыз көмегіміз қайға, күш табатындай, құс қанатындай, мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ажырағым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарым, тектілік пенен, татулық дейтін мені жылсыншы тас қамалдарым, жақсы адамдарым, кемемесінен патша адамдарым, бес күн өмірде жасасын ылғи, жақсы адамдарым. Бүгінгі балалар, бүгінгі сабақты қорыта келгенде, сендер сабақтан игерген шынайылық, риясыз қызмет ету қасиеттерін жүректеріңе сақтап, мәңгі өмірлік қағида ретінде қолдансаңыздар болады. Бүгінгі сабақтан сүйіспеншілік, шынайылық, парасаттылық ұғымдарының мәнін аштық. Жарайды, дұрыс қой балалар, Бүгінгі сабақ ұнады ма сендерге? Ал енді сіздердің білімдеріңізді, сіздердің ойларыңызды білгім келіп тұр. Ол үшін мен осы әдіс арқылы сендерде сабақты не түсінгендеріңді және де сабақтан не үйренгендеріңді білеміз. Ал бастаймын. Бүгінгі сабақтан не үйрендіңіз? Бүгінгі сабақтан маған ертегі сынады. Мен сіздерге сый ретінде етік жағыңыз ертегісін айтып берген болатын. Дұрыс айтасың. Ал келесі кімге? Бүгінгі сабақта маған сабақ жақсы ұнады. Бүгінгі сабақта мен хормен ән айтқан ұнады. Және де даналық туралы өлең шығарған ұнады. Дұрыс айтасың. Жарайсың. Тағы да үшінші кімге лақтырасың? Кімге сыйлайсың? Қайда ғой? Бүгінгі сабақтан? Бүгінгі сабақ ұнады. Бүгінгі сабақ мен топпен жұмыс жасаған ұнады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі сендермен сабақ